Бедеуліктің белең алып бара жатқаны қазіргі таңдағы күллі әлемнің мәселесіне айналып отыр. Ұрпақ өрбітер жаста бедеулікпен белсіздікке ұшыраған қазақ жастарының жай-күйін көргенде қарның ашады. Қазіргі таңда жас отбасыларының 15% дәл осы тақырыпқа келіп шырмауынан шыға алмай жүр. Бұл тақырыпты дәл қазір бүгін тарқататын боламыз. Бедеуліктің себебі неде? Оған алып келетін факторлар қандай? Оны қалай анықтаймыз және емдеу жолдары қалай болады? Оны білгіңіз келсе, оңтүстік арнасынан алысқа кетпеңіздер. Ендеше кеттік. Бедеулік тақырыбы қазіргі таңда көптеген қыз-келіншектердің жүрек дерті десек те болады. Бұл дертті жеңу үшін әркім әртүрлі амал жасап бағуда. Ал дәл қазір біз дәл осы саланың маманына айналған Балнұр ханымға келіп сауалдарымызды жолдайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Балнұр ханым, қазіргі таңда бедеулік бұл өте көп белең алып бара жатыр. Оның себебі неде? Жалпы бедеулік деген не нәрсе, соны түсіндіріп өтейікші біздің көрермендерімізге. Ассаламу алейкум, қайырлы күн құрметті көрермендер. Бедеулік бұл бізде егер бір жыл ара қашықтықта жыныстық қатынас регулярны болады, егер де оны көтере алмаса, онда бізде бедеулік диагнозы қойылады. Бедеулік бізде міндетті түрде әйелдерде ғана емес, ол ер азаматтарға да тоже байланысты. Негізгі себептері қазіргі таңда етеккірдің дұрыс келмеуі жас қыздарда. Бұл гормоналды бұзылыстарға алып келеді. Екіншіден, бұл қандай да бір сырттан жұққан инфекциялық аурулардың әсерінен болуы мүмкін. Сол инфекциялық аурулар олардың жатыр түтіктерін бітеп тастайды, яғни екі түтік бітелгеннен кейін бізге ішке қарай жыныс жасушалары өте алмайды. Екінші себебі. Үшінші себебі бұл бізде ер азаматтарға тоже байланысты болып келеді. Бұл қандай? Астенозооспермия, тератозооспермия, яғни бізде белсіздік деген бөлек, бедеулік деген бөлек. Белсіздікте бұл ер азаматқа егер жарамаға жағдай айтады, ал бедеулік ода бәрі күшті, әдемі, идеальны болуы мүмкін. Дегенмен ол жердегі сперматозоидтардың құрамы өте сұйық болуы мүмкін, немесе өте аз қимылдайды, немесе олардың морфологиясы дұрыс емес, яғни инвалид болуы мүмкін. Міне, сонымен қатар әйелдерде тоже кездесетін нәрселер бұлар аденомиоз, эндометриоз, полип болатын болса, сонымен қатар егер қандай да бір мұнда өсінділер, бұл өсінді жаралардың болуы біз жүктілікке болуына кері әсерін тигізіп отырады. Сол себептен бірнеше себептер бар. Ал негізгі осы проблемалардың барлығының басты проблемасы бұл бізде гипофизда. Бізде гипофиз гипоталамус деген бар, яғни бас миында мидың негізгі қызмет атқаратын. Сол гипофиз бөлігі өзінің қызметін дұрыс атқармаса, соның әсерінен пайда болады. Жалпы бедеулік пен белсіздіктің ара жігін әдемі ажыратып алдық, ненің не екенін көрсетіп алдық, неден туындайтындығын да көрсеттік. Енді мәселен кейбір жұптар бар, бір жыл жыныстық қатынасқа түсе отырып, баласы болмайды, алайда 4-5 жылдан кейін бала болып жатады. Жаңағы анықтамаға сәйкес бір жылдан кейін көтермесе, значит, жаңағы бедеулік деп айттыңыз ғой. Кейбір кезде ол нәрсе қате болып жатады. Нақты бедеу екендігінің факторларын қалай анықтаймыз нақты? Ол диагноз емделмейді деген сияқты диагноз болу үшін. Негізі чудо ол кез келген уақытта болуы мүмкін. Бізде 100% бұл көтермек деген нәрсе, егер турбаны алып тастаса, яғни жатыр түтігін алып тастаса, бұл кезде әйел міндетті түрде көтере алмайды. Сонымен қатар қосалқы ағзалары болмаса. Бізде тағы да болады аномалия, яғни туылған кезде осы қынап болмайды, немесе осы жатыры болмайды, немесе жатыр мойны болмайды, туа біткен. Бұл қазіргі таңда бізде қазақстандықта тоже өте көп кездеседі. Бұл да кішігірім проблемалардың бірі. Бұл да жағдайда өкінішке мүлдем көтермейді. Сонымен қатар әйелдерде антимюллеров гормон деген болады, АМК. Яғни бұл бізге Аллахтың берген балаларының саны деп айтсақ болады. Бұл фолликулалар, яғни бұл жарылатын фолликулалардың саны. Егер ол төмен түсіп кететін болса, яғни 0,01 немесе 0,05 деген сияқты, ол кезде өкінішке тоже көтере алмайды әйел. Себебі, мысалы, ер азаматтарда сперматозоидтың проценті төмен дейтін болсақ, бұл кезде антимюллер гормоны төмен деген сөз. Міне. Сонымен қатар көтере алмайтын нақты диагноз бізде ер азаматтарда бұл проценті 0 көрсеткіш болатын болса, активнесі 0 болатын болса, сонымен қатар морфологиясында өте қатты изменение болса, яғни жаңа мен айтқандай инвалидті спермалар өте көп болатын болса.
Сонымен қатар бізде нақты көтермейтін кезеңдер болады. Бұл егер көп сұрақ келеді маған, жатыр түтігін мен тігіп тастаған едім, мен соны ашып қайтадан көтерсем бола ма дегенде, әрине одан көтере алмайды. И жатыр түтігі бар, бірақ ол жерде өткізгіштік болмаса, одан да нақты бізде бұл жатыр түтік салафан сияқты. Салафанды мысалы пакетке салып, қайтадан алсаң ол бір-біріне жабысып ашылмай қалады ғой. Дәл солайынан бұл ашылмауы мүмкін. Сондықтан бұның өзінің қай жер бітелген, мына жер бітелген ба, ортаңғы бөлік бітелген ба, шет жағы ма, соған байланысты болады. Егер толығымен бітелетін болса, онда көтере алмайды. Негізгі себептері бізде осы. Оған бізде қазіргі таңда лапароскопия деген әдіс қолданылады, яғни операция, мини операция жасалынады. Басқа тілмен айтқанда басқалар оны лазерный операция дейді былай айтқанда. И сол арқылы ашылуы мүмкін. Бірақ ол да бізге 100% гарантия бермейді, яғни 50-50. Но қазіргі таңда өте көп бұл жағдайда емделіп кетіп жатқандар. Сонымен қатар қазір бұрынғы уақытта осы экоға дейін емдеген турбо өткізгіштігі болмағанда ол бізде емдеген. Яғни қандай да бір дәрілер салу арқылы әр дәрігер өзінің методымен де протокол бойынша осылай емдеп отырған. Яғни бұл деген сөз біз бұны емдей аламыз, емдейміз. Бұл да бізге 100% емес әрине, дегенмен бұл да бір шанс. Істеп көру керек. Яғни үмітсіз қалғаннан гөрі бізде әрекет бар. Әрекет болған жерде міндетті түрде Алла тағала мынандай сөзі бар, сен әрекет ет, мен беретін мен дейді. Сол себептен берекет міндетті түрде болады иншалла. Жалпы бұл бедеулікті анықтау үшін қандай диагностикалық іс-әрекеттер жүргізу керек, қандай анализдер тапсыру керек? Яғни бұл ақылы ма, әлде тегін ба? Қандай жерлерге жүгінуге кеңес бересіз? Негізгі бізде тексерілу керек әдістер, бұл әрине бірінші орында УЗИ-ға түсіреді. УЗИ вагинаны түсіреді. Сол бойынша бірінші диагноз қойылады. Неге? Ол жерде мүмкін жай ғана афарит шығар, яғни жай ғана осы аналық бездер суықтап тұрған шығар, да, қабыну процесі сонда шығар. Немесе жатырдың өзі қабынып тұрған шығар. Міне соны білуіміз үшін одан кейін оған мазок на степени чистоты, яғни мазоктың тазалығын тексеріледі. Ол жерде лейкоцит, эпителий, слизинг мөлшерлеріне қараймыз. Одан кейін бірінші орында барлық анализ бірден тапсырудың керек жоқ. Бірінші әр науқастың жалобына, яғни шағымына байланысты. Мысалы науқас келеді, келгенде айтады, менде осындай бөлімделер мазалап жатыр, осындай иісті болып жатыр деген сияқты нәрсе болатын болса, онда міндетті түрде мазок жаңағыдай на степень чистоты және де инфекция алынады. Негізгі тапсырылу керек инфекциялар бізде бұл сифилис, гонорея, цитомегаловирус, герпес, краснуха, токсоплазма, бұлар бізде вирустар. Сонымен қатар хламидия, микоплазма, уреплазма, трихомонада. Ары қарай соны тексеру барысында керекті нәрсе тағы да қосымша алынады. Екіншіден тапсырылады, егер де ол да шағымы мен ете кірім ретсіз 2 айда бір келеді, 3 айда, 6 айда, жылына бір да. Онда бірінші орында біз бастан бастап бүкіл гормондарға береміз. ТТГ, TH4 антитупо тапсырады, сүт безінің гормоны пролактинге тапсырылады. Сонымен қатар жатырдың гормондары бізге эстрадиол, ФСГ, ЛГ, прогестерон деген сияқты беріледі. Бұл гормондарды барып ұйықтан тұра тапсырып келудің керек жоқ. Бұл гормондардың өзі уақытына байланысты тапсырылу керек. Міндетті түрде аш қарынға, стресске түспеген, ұйқысы қанған бойда, жаңағыдай бір күн алдын жынданбаған, ашуланбаған күйде, себебі бұл қатты рөл ойнайды бұл жерде. Соған байланысты емдер тағайындалады. Одан бөлек бізге керек анализ, бізде көп дәрігерлер тоже мән бермейтін жағдайдың бірі бұл гематология. Яғни қанның құрамын тоже тексеруіміз керек, міндетті түрде. Д-димер, гликозированный гемоглобин, коагулограммасын, ода үй факторы қалай жүріп жатыр, қан айналым дұрыс па, лимфа застой бар ма, моноциттері қалай тұрып жатыр. Міне солардың бәрін көру керекпіз. Яғни бұл арқылы бұл қан егер дұрыс болмаса, бізге өмірге тек көтеру емес қой мақсат. Ол өмірге әдемі көтеріп, әдемі баланы дүниеге әкелу, яғни дені сау ұрпақты дүниеге әкелу. Сондықтан сол қан құрамын тексеру керек. Егер ол дұрыс болмаса, ертең ол көтереді, қан үйіп қала береді, балаға қан бармайды. Одан бізде өкінішке орай ерте тастап қою мүмкін. Міне, сондықтан сол нәрселердің бәрін тексеру керек. Міндетті түрде витаминдерін ішіп бастау керек. Әрбір көтере алмай жүрген әйел міндетті түрде витаминдерін ішіп бастау керек. Содан бөлек тапсырылатын бізде егер барлығы жақсы болса, жатыр түтігін тексереміз. ГСГ арқылы тексеруімізге де болады, немесе рентгенографияға түсіп тексеруімізге де болады. Яғни бірінші жатыр түтігін тексеріп аламыз. Бірақ мен көп әйелдерге ұсынам, жатыр түтігін тексеруге асықпаңыз. Себебі бұл бізде УЗИ аппарат сияқты оңай ғана көре салатын нәрсе емес. Бірінші спермограммаға көз жеткізіңіз. Турбопроходимость тексергенге қарағанда спермограмма тапсыру зиянсыз әрі оңайырақ. Сол себептен ер азаматты көндіріп, спермограмма тапсыртып, егер онда активность, агглютинация, агрегация дегендері жақсы шығатын болса, оның морфологиясы жақсы шықса, лейкоциттері жақсы шығатын болса, онда осы жатыр түтігін тексеруге болады. Ал егер жақсы болмаса, оны тексергеннен қандай пайда бар?
ешқандай жоқ, ол кезде ер азамат емделу керек, иә. Ал жатыр түтігін тексерген кезде біз білу керекпіз, бізде жатыр жарылып кетуі мүмкін, жатырдың үстіне су тұрып қалып ісік пайда болуы мүмкін, одан әйел адам талып кетуі мүмкін. Бізде даже болады осы жатыр түтігін тексерген кезде өлімге дейін кетіп қалатын әйелдер бар. Сол себептен оған асығудың керегі жоқ. Ең алдымен осы этап дейміз ғой, лестницамен қалай көтерілеміз, бірден барып 10 этажға шығып кете алмаймыз ғой. Бірінші этаж, екінші этаж, тура солайынан бірден бастап жаймен деп тексеріп бастау керекпіз. Анализдердің барлығы егер страховкасы болатын болса, әрине оны тегін түрде өзінің жаңағы прикрепленный дейміз ғой, тұрған тұрғылықты жеріне барып тапсыруына болады, тегін түрде. Егер страховка болса, оны талап ете алады. Неге? Себебі сіз сол үшін ақша төлеп жатсыз. Ал басқа жағдайда әрине бұл жеке меншіктерде оны талап ете алмайды, себебі бұл государство қарамайды да. Сол себептен екі түрлі жағдайда қарастырылған. Егер анализ ол жерде болмаса, онда сол кезде ғана ақшаға ақылы түрде тапсыруына болады. Қазіргі таңда сұрай кету керек, жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, әйелдер міндетті түрде витаминдер қабылдау керек деп. Яғни жүктілік кезінде, жүктілікке дейін де, жүктіліктен кейін де витаминдер қабылдау керек. Нақты мүмкіндік болса, ол белгілі бір анализдердің нәтижесінде ғана тағайындала ма витаминдер, әлде қарапайым күнделікте ешқандай қабылдасаң да, қабылдамасаң да зияны жоқ витаминдер тізгіні бар ма? Негізгі ішу керек витаминдер, бұл бізде жатыр түтігіне бірінші орында керек, бұл кальций. Сонымен қатар D3 витаминін ішу керек. Әрбір әйелге ішу керек бұл витамин Е, және де комплекс витаминді Б тобындағы барлық витаминдер ішуіне болады. Негізгі сонымен қатар бедеулікті емдейтін витаминдер бұлар иназид және де фолий витамині. Міне, қазір бізде көбісі жаңа көтеру жүктілікті жоспарлағаннан бастап фолиевая кислота дейміз, енді фолий қышқылын ішіп бастайды. Анализдер тапсыру міндетті ме? Әрине, егер шамаңыз келсе, бұны тапсырып, содан кейін ішкен дұрысырақ. Себебі сіз нақты білесіз, қайсы жеткіліксіз, қайсы артығымен деген. Дегенмен гипервитаминоз болып кетпейтіні бұл сөзсіз. Сол себептен олар міндетті түрде кемінде 3 ай көлемінде ішуіне болады. Неге? Қазір білесіз, барлық нәрсе бізде химикаттан, дәрі-дәрмекпен, элементарны біздің көкөністердің өзі дәрілермен ең оңай солайны пісіріп тастап, сатып тастау, яғни. Сол себептен нақты оларда құрамында витамин бар деп айта алмаймын. Сол себептен үйде өздігінен алып ішуіне болады. Бізде профилактика деген болады. Профилактика бұл 3 ай 6 айды құрайды, ал ем ретінде дозировкасы көп мөлшерде олар міндетті түрде дәрігердің нұсқауымен берілетін көп дозадағы витаминдер болады. Міне, солайынан ішуге болады. Көптеген әйел азаматтардың арасында жиі кездесетін бұл эко, иә. Эконың қазір жарнамасы өте жақсы жүріп жатыр ғой, шындап келген кезде. Барлық ойлайды, ең тиімді жол, ең жеңіл жол осы эко деп. Неге олай? Мәселен, экоға қарағанда осылай өздігінен емделген тиімді емес пе? Сіздің өзіңіздің пікіріңізше қалай? Қазір сіздің қойған бұл сұрағыңыз бойынша эко бізде когда екінші вариант болады, біз соған жүгінеміз. Егер екінші вариант болмаса, біз оған жүгірмеуші едік, былай айтқанда. Сондықтан қазіргілерге оңай сияқты көрінеді. Осынша уақыт күту, емдеу, жүгіру, давай бұл экоға бара салайық. Өзімізде экодан сый саламыз, жүктеп кетеді. Жоқ. Менде өте көп әйелдер бар, бірі білсе, бірі білмейді. Өте көп әйелдер экоға барып та көтере алмай жүр. Міне, неге эко сәтсіз болады? Себебі эко-центр бізде жүктілікке дайындамайды. Жүктілікті дайындау бұл біздің міндетіміз сырттағы. Эко-центр сразу экоға салуға әрекет етіп, сразу гормондармен сол кезде дайындайды. Ал оған дейін оның инфекциясы, басқа да процесстер, қабыну процесстері, жатырға қан айналымды жақсарту, мысалы плазма лифтинг қазір шығып жатқан әдістер, PRP деген шыққан қазір, массаж шығып жатыр. Олардың бәрін эко-центр оған дайындамайды. Сондықтан экоға барар алдында кішкене әйелдер дайындалғанын мен дұрыс деп санаймын. Дайындалсын, дәрумендерін ішсін, сосын экоға жүгінсін. Міне. Просто так бара бергеннен гөрі ең дұрысы сол. Дегенмен мен өзімнің жеке ойым эко маған ұнамайды. Себебі қаншама дәрігерлер, мен де білемін, мен де практикада жүргенде сол үлкен кісілер, қазіргі күнге дейін мен үлкен кісілердің қолында жұмыс жасаймын, практика аламын, үйренемін, стажымды көбейткім келеді. Олар әрине менден қарағанда стаж өте көп. Мен көрген жоқпын сол үлкен жастағы кісілер, давай сен экоға бар дегенін. Ол кез келген проблемада, мейлі эндометриоз, аденомиоз, басқа бәрін емдейді. Барлық проблеманы емдейді.
3 ай 6 ай уақыты кетуі мүмкін. Егер ол оптимальды ем алса, режим сақтау, диета, контрастный душ, талия вода, осылардың бәрін дұрысынан қабылдайтын болса, одан міндетті түрде нәтиже береді. Міндетті түрде. Олар оңай нәрсе. Себебі біздің ем 50% көмектессе, оның істеген іс-әрекеті бұл 50% көмектеседі. Контрастный душ ыстық сумен салқын суды араластыру. Талия вода дегеніміз бұл суды алады, мұзға қойып қояды, мұздатады, ертеді, ағызады, ергенде бастап суын ағызады, қалған суды ішіп қолдану. Талия вода деген су. Ары қарай диетасы. Диеталар міндетті түрде. Кез келген тұрыш қосылған тағам болмайды, кез келген сахар қосылған тағам болмайды. Семіздік болса міндетті түрде арықтау керек. Семіздік бұл бізде видеолик алып келеді. Себебі барлық жерге май басқалады. Міне, ер азаматта тоже солай. Сондықтан егер ол емді 3 ай 6 ай дәрігердің айтуымен, нұсқауымен дәлме-дәл істейтін болса, міндетті түрде бұл әйелге көтеруіне себеп тиеді. Әрине бұл жерде дұға және сенім. Ол бізге емес, ол Аллахқа сеніп дұға жасаса, су ішсеңде ем болады дейді. Менде дәл сөйтіп көтерген әйел бар. Осы мен бір эфирде жаңағы әлеуметтік желіде айтқан сөзін естіп алған ғой. Әрдайым таңертең су ішемін дейді, ішкен кезде осыны маған ем қылып берші деп ішеді екен. Сөйтіп жаңағы көтеріп кеткен ғой солайынан. Сондықтан бұл да міндетті түрде әсер етеді. Себебі бізге беретін Аллах, чудоны жасайтын бұл Аллах, басқа ешкім емес. Міне, сондықтан үмітсіз шайтан дегенмен сіз көтере аласыз. Бүкіл әйелдерге айтатыным бұл көтере алады деген сөз. Балнұр ханым, жалпы қазіргі таңда қыз келіншектердің ең көп қателесетін тұсы десек те болады. Олар жаңадай түрлі бақсы балгерлерге, емшілерге барып тексеріліп жатады. Мәселен, жаңадай шын шайтандарды кетіретін түрлі естіп жатамыз әлеуметтік желілерде, көтермеген адамдар көтертемін деген сияқты түрлі бір оқыс әрекеттер жасап, бір шөптер ішкізіп, сондай бір дүниелер жасап жататын бақсы балгерлер бар. Жалпы сол дін тұрғысынан қаншалықты дұрыс, медицина тұрғысынан қаншалықты дұрыс, осының ара жігін анықтап бөліп берсеңіз бізге. Бақсы балгерлерге менің алған діни көзқарасым бойынша да, былайынан жалпы менің ойымда, олар кім соншалықты? Осылай сұраймын, олар кім? Бәрін көтермейтін, көтеріп жіберетін. Оларда бір андай чудо палочка бар ма? Мен бәрін жүремін деп айтатындай. Әрине олар ештеңе істей алмайды. Бұлар іблистермен жұмыс жасайтындар. Себебі олар Аллахқа сенбейді, олар іблистермен жұмыс жасайтындар. Егер сіз Аллахты ұмытып сол кісіге сенсеңіз, Аллах сізге сынақ үшін сол әйелден көтеріп жіберуі мүмкін. Сынау үшін. Не істейді екен дейді? Мен сонымен сынайын дейді. Мысалы болады, арақ ішетін кісілер болады да, қанша ішеді, оның бауыры сап-сау болып тұрады. Себебі сонымен Аллах сынап қояды сол арақпен. Дәл сол сияқты әйелді сонымен сынап қою мүмкін. Сонымен көтерткізсін, өмір бақи соған сеніп жүре ме екен, не істейді екен деген сияқты сынақпен көтерткізіп жіберу мүмкін, әрине. Дегенмен болады бізде тағы да қазақ емі деген. Қазақ емі деген бұл қалай? Бізде бұлар дәрігерлік мамандығы жоқ, бірақ жаңа бұрын атасының, апасының жаңа осындай бір дәрілермен емдеуін көрген, солаймен өскен балалар болуы мүмкін да. Сол арқылы өздері шөптен дәрілер жасауы мүмкін. Енді шөп дәрілердің бізге зиянды түрі де бар, зиянсыз түрі де бар. Мысалы, наша тоже бізде шөп. Наша бірақ ол шөп десе қаншалықты зиян бізге да. Запрет қойып тастаған, бүкіл жерге тыйым салып тастаған. Бар бізде зиянсыз шөп дәрілер. Сондықтан сол шөп дәрілер арқылы әрекет ететін ондай әрине бар. Ондай нәрселерге мен дұрыс деп ойлаймын. Лучше химикат, синтетиканы ішкеннен гөрі лучше сол шөптерді ішкені дұрысырақ халықтың. Дегенмен ол да бір өзінің септігін. Бұлар не істейді? Бұлар біздің лимфа жолдарды тазалайды, олар сондай дәрілер береді. Дәрумендері бар шөптерді береді, қан айналымды реттейтін шөптерді береді. Мысалы, 5 жыл көтермеуі мүмкін, тек овуляцияға сәйкес келмей. 5 жыл бойы көтере алмауы мүмкін. Просто овуляция күніне сәйкес келмейді. Овуляция деген негізі көтеретін күнге. 5 жыл көтере алмауы мүмкін. Просто оған жаттығу керек. Даже қан айналымы жоқ, қатып қалғанда. Оған жаттығу жасайды, автоматын көтеріп кетеді мысалы. Сол үшін біреулер ішін бастырады, массажға бардым дейді, сразу көтеріп кетеді. Неге? Қан айналымы жоқ, 5 жыл көтере алмайды, қан айналымы жоқ, көтеріп кетеді. Жаңа дәріні ішеді, лимфа жолдарын ашып береді, сразу көтеріп жіберуі мүмкін. Міне. Сондықтан сенетіндері бұл, егер бұл нақты балгер бақсы болса, оған сенудің керегі жоқ. Сізді Аллах сонымен сынап тұр. Ал егер ол қазақ еміне жүгінген сондай дәрілерді өзі жасайды, қолдан жасап сататын кісілер болатын болса, сертификатталған түрі болатын болса, әрине өте мен қатты қуанамын, дегенмен ол сертификат алуды бізде кішкене қиындау, бізде ол үшін өзінің жағдайы болу керек деген сияқты. Ал қалған жағдайда мысалы болады үй жағдайында кішкене істеп дегенде ұсынуы мүмкін. Оның жағдайда әрине ішіп көргені дұрысырақ, егер ішінде қатерлі нәрсе болмаса. Сондықтан екі тұспалда дұрыс қараған дұрысырақ сияқты. Балнұр ханым, соңғы сауалдардың бірі болсын. Қазіргі таңда енді шешімнің түймедей түйіні, емдік жағдайын не істеу керек, қалай емделу керек біз әйелдер, сол жағын айтып өтсеңіз. Бедеуліктің емі, мен жаңа айтып өттім, бұл кемінде 3 ай емделеді.
мейлі ол қандай диагноз болса да, инфекция болсын, гормоналды бұзылыс болсын, бұл ең азы 3 ай. Ең ұзағын мен айта алмаймын, Аллах білуші, да. Сондықтан бұл қай емнен бастайды? Ең бірінші жаңа айтқан диетадан бастайды, режим сақтайды. Яғни оларға режим деген жатып аяғын созу емес. Режим бір күнде 5000-6000 шап жүреді. Күніне кемінде кегіл жаттығуын жасасын. Ер азаматтар тоже сол кегіл жаттығуын жасауына болады. Спортпен айналысу керек, денсаулығын нығайту керек, яғни миға тыныштық керек. Өзіне йогалармен айналысуына болады, егер миына тыныштық жасай алмаса. Себебі ми тыныш болмаса, ол өзінің гормонын негізгі сигналды бермейді. Ми сигнал бермеген екен, біздің бүкіл ағза өзінің гормонын дұрыс бөлмейді, ферментін дұрыс бөлмейді. Міне, сол себептен бірінші миды демалдыру керек болады. Ұйқыны реттеу, мындай электронды нәрселерден мүмкіндігінше алыста болу. Ұйқының өзі бізге берілген. Сағат 11-ден таңғы сағат 5-ке дейін аралықта негізгі ұйқы болу керек бізде. Осылайынан реттеп отыратын болса, одан кейін ғана емін алса, ол ем иншалла нәтижелі болады. Егер гормон болатын болса, бірден гормон ішудің керегі жоқ. Ең төменгі дозада. Мысалы, етек дұрыс емес болса, нормацикл ішіп бастасын, ифкер ішіп бастасын, паровая матка ішіп бастасын. Сол нәрсені реттеу мақсатында, кішкене азық дозада, ешқандай зияны жоқ, ешқандай рецептсіз беріледі. Ал егер инфекция болса, бірден гинекологқа барып жүгінсін. Себебі инфекция қазір мына жерде тұруы мүмкін, бір айдан кейін мына жаққа келеді. Үш айдан кейін ол жатырға түседі, 4-ші айда уже труба кетіп салуы мүмкін да. Сол себептен ол осында асқынғанша до конца жүрмей, лучше сразу мазалады ма, болды барсын, жүгірсін. Гинекологқа жазылсын, барсын. Ары кетсе бір апта, бір ай уақыт етеді, но оның орны міндетті түрде керемет результатын алады да. Содан емделген дұрыс. Ал егер де ода труба уж бәрін емдеп қойған, бірақ трубаның өткізгіштігі жоқ десе, онда лапароскопия әдісіне жүгініп көрсін. Себебі бұл бізде өте көп көмектесіп жатыр қазіргі таңда. Одан кейін 3 ай 6 айдың ішінде көтеріп кетеді әйел, иншалла. Ал ер азаматта проблема ма? Еркекте де тура солай. Инфекция болады, гормон бұзылысы болады, кішкентайынан келе жатқан мысалы варикоцелия деген сияқты нәрселер болуы мүмкін, немесе крипторхизм деген диагноздар болады. Егер соны реттесе, ол міндетті түрде емделіп кетеді. Оған ер азаматтардікі бедеулігі өте тез емделеді, әйелдің бедеулігіне қарағанда. Себебі ер азаматтар өте ұқыпты өздеріне қарайды біздің әйелге қарағанда. Сол себептен ол тезірек емделеді. Емі негізінде оңай, бірақ сабыр таныту. Бұл жерде қиыны сабыр сақтау ғана. Тамаша Балнұр ханым, емін анықталу жолдарын барлығын анықтап алдық. Енді қазіргі таңда жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, сабырлық, одан кейін үмітсіз сайттан деп. Қазір бізді таңдап, біз тамашалап отырған көрермендеріміз бар. Жас аналарымыз бар, аруларымыз бар, бірнеше жыл құрсақ көтермеген аналарымыз бар. Соларға өзіңіздің әпкелік Балнұрдан кеңес айтсаңыз. Ең күшті қару әрбір мұсылманға. Бұл кішкене ғана дұға. Әшейін дұғада. Аллах айтқанда, сен бәтеңкеңде бау жоқ па, менен сұра, мен ғой беретін дейді да. Күніге ұйықтайсың ба, таңертесің, тура солайынан. Миды сендіру керек. Мен бүкіл әйел айтамын, сіздер көтере аласыздар. Барлық әйел көтере аласыз. Сіздер қам жемеңіз, сіз көтересіз. Біреуіңізге бүгін бұйырады, біреуіңізге 3 жылдан кейін бұйырады, біреуіңізге 10 жылдан кейін. Бірақ міндетті түрде сіздер жүкті боласыздар. Міндетті түрде. Бұл қалай? Ең бірінші күніге ұйықтар кезіңіз айтыңыз. Менің 3 балам бар. Мен 3 бала босанам, мен 10 бала босанам да. Бұны бізде психологтар аффирмация деп атайды. Міне бірінші орында. Екіншіден дұға жасаңыз, үміт үзбеңіз. Қандай сізде проблема болса да, қандай? Мейлі 0 болсын, мейлі басқа болсын, дұға жасаңыз. Себебі сіздің дұғаңыз кез келген нәрсені жарып өтеді, иншалла сіздер көтересіздер. Емделмейтін сырқат жоқ. Сырқат берілді, міндетті түрде оның емін де береді Аллах. Сондықтан емделмейтін дүние жоқ, барлығы емделеді. Ең басы дәрігердің айтқанын, нұсқауын бұлжытпай орындау, өзіңізден сабырыңызды дұрыстай сақтай алу, сабырсызданып, әр дәрігерге барып шапқылап жүгірудің қажеті жоқ. Себебі әр дәрігер өзінікін айтады, ол да қайтадан басынан бастайды дегенде. Сондықтан бір дәрігер ма, соған жабысып алыңыз. Сонымен соңына дейін ем алыңыз, сабыр сақтаңыз. Сабырдың түбі сары алтын дейді ғой. Сізде міндетті түрде жүктілік орын алады, иншалла. Үміттеріңізді үзбеңіздер. Ер азаматты көндіру әйелдің қолында. Әйел өте нәзік, сол нәзіктігіне қарасында үлкен күш беріп қойған екен Аллах. Осы 2 қолымен, 2 алақанымен 10 баланы тапшақтай алады екен. Осы 10 қолымен 10 жандағы ер азаматты жаңағыдай өзгерте алады екен, ойын өзгерте алады екен. Ол ағасы, оның жаңа күйеуі болуы мүмкін, әкесі болуы мүмкін да. Сондықтан сол нәзіктіктеріңізді пайдалана біліңіздер. Сіз бұл әлемге босану үшін, ана болу үшін келдіңіз. Міне әйелді сол үшін жаратты. Сондықтан сіз ешқандай күмәнсіз қарау керексіз. Мен, яғни, босанам, ана боламын деп.
Біз қазақ елі бесігіміз бос қалмасын дейтін еліміз. Бала сүйіп, ұрпақ жалғастыруды, үрім бұтағымызды көбейтуді бақыт санаған еліміз. Сол себептен де бұндай дерттен айығудың бірден бір жолы бұл тек қана емделу екен. Құрметті көрермен, өз бетіңізше ем қабылдап, бақсы балгердің есігін жағаламаңыз. Міндетті түрде ақ халатты Абзал жанның көмегіне жүгініңіз дегіміз келеді. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.